Мен қарапайым отбасында тәрбиелендім. Үйдің үлкені, менен кейін 2 сіңілім, 2 інім болды. Ата-анам да қарабайыр тіршілік кешті. Әкем құрылыс саласында жұмыс істесе, анам дүкенде сатушы болып қызмет етті. Ата-анамыз таңнан кешке дейін жұмыста болғандықтан, үйдегі тіршілік өзімізге қарайтын. Бірді-екілі малымызды суғарып, жем шөбін салу, үй жинау мен су тасу, тамақ жасауды өзара бөлісіп алатынбыз. Сабағымызды өзіміз оқып, бір-бірімізге қарасып өстік. 2 ініміз кішкентай болды. Сіңілдеріміз арамыз 2 жастан еді. Сабақта екпінді болдым. Сыныптың активистер қатарында болдым. Түрлі іс-шаралардан қалмауға тырысатынмын. 8-ші сыныпқа келгенде алғаш рет жігіттен хат алдым. Ол өз сыныптасым Берік болатын. Сыныптың атаманы өзі әдеміше келген. Бойшаң жігіт қыздардың бәріне ұнайтын. Маған хат жазып, сезім білдіргенде басқалар түгілі өзім де таңғалдым. 1-2 айдай сынап көргім келді. Сезімін шын жақсы көре ма деп. Шынымен ізімнен қалмай жақсы көрді. Бірақ 9-ші сыныпқа барғанда шынайы қыз жігіт болайық, оған дейін достасып жүреміз деп айттым. Ол да келісті. Жақсы дос болдық. Үнемі дискотека, вечерлерден соң шығарып салатын. Сөйтіп жүріп 9-ші сыныпқа аяқ бастық. Біз дос боп жүріп, бір-бірімізге бауыр басып, достығымыз шынайы махаббатқа айналды. Құшақтап, тек әрі аспайтын Берік. Бір күні дискотекадан қайтып келе жатып, бір ықпана жерге тоқтадық. Әңгіме айтып тұрған маған жақындап келді де жапса кетті. Осы нәрсені күттім ғой жаным деді. Алғаш рет ұнаған екеумізге әрі қызық, әрі тәтті нәрсе болды. Екеуміздің деміміз жиілеп, бір құшаққа айнала бастадық. Ол жаймен мойнымнан ұстады. Үстімнен мұң құмырсқа жыбырлап өткендей болды. Оның қылықтарын қызық көріп, қайдан үйреніп жүрсін дедім. Ол ағамның телефонында жаман видеолар көп. Содан көрдім деді ентігіп. Бір уақытта ол маған мына жеріңнен сүйейінші деді. Қойшы, ұяламын дедім. Ұялмашы, сен менікісің ғой, кейін екеуміз үйленеміз ғой деп кофтамды ашты. Мен мұндайды бірінші рет бастан кешкендіктен күшті сезім тұла бойымды шарлап барады. Дауысым шыға бастады. Ол бір уақытта жерге жатайықшы деді. Шошып кетіп болмайды деп едім. Ештеңе істемеймін, тек сыртынан көремін деді. Жерге олимпикасын төсеп, мені жатқызды. Осылайша қалай беріліп қойғанымды білмей қалдым. Қалтасынан қағаз алып сүртті де орнымнан тұрғызды. Сөйтіп үйге қайттық. Одан кейін біздің кездесуіміз жиілей бастады. Анам түнгі смендерге кеткенде әкемде жиі болмайтын. Бауырларымның тамағын беріп, жатқызып, Берікпен кездесуге шығатынмын. Бірде сарайдың, бірде моншаның ішіне барып жүрдік. Ол болса сыртынан жасағанға мәз. Маған да онымен болған ұнайды. Кейде салса екен дейтінмін. Бірақ абыройынан айырылып қаламын деп қорқатынмыз. Екеуміз 1 жылдай солай жасап жүрдік. 10-шы сыныпқа аяқ басқанда Берік мектеп бітіре сала үйленейік, оқуға бірге кетеміз ғой. Ақыры үйреністік қой, мен сенікін алайын деп қоймады. Мен кейінге ысырып оңаша үйде болармыз дедім. Іздегенге сұраған. Бір күні анам мен әкем нағашыларымның ауылына тойға кететін болды. 2 інімді де алып кететін. Мен іштей қуандым. Олар кеткен соң кешкі уақытта малдарды жайлап, тамақты ертерек істеп, 3 қыз ішіп алдық. Сөйтіп сіңілдеріме ерте ұйықтайық деп жаттық. Алдында сарай ішіне кілем төсеп, көрпе жайып қойғанмын. Берікпен де сөйлесіп қойдым. Сіңілдерім ұйықтап қалған соң түнгі 12-де Берік келді. Үйдің сыртын құлыптап, сарай ішіне кіріп іліп алдық. Берікке айттым, бірінші жаман нәрсе көріп алайықшы деп. Екеуміз бірге болып неше түрлісін көріп тастадық. Осылайша ол мені қыздық күнімнен айырды. Біздің махаббат майданымыз жалғаса берді. Тек көтеріп қалмауға тырыстым.
Жасырынып талай кездесіп жүрдік. Сөйтіп жүріп мектепті де аяқтадық. Жоғары оқу орнына тапсырып, мен оқуға грантпен түстім. Жігітім түсе алмайды. Сөйтіп ақылы оқуға түсем деп жүргенде оның әкесі қайтыс болды. Мектеп бітіріп үйленеміз деген ойымыз іске аспады. Мен Қарағандыға оқуға кеттім. Ол ауылда қалды. Әкесінің жылынан соң үйленбекші болдық. Бірақ тағдыр бізді бір болуға жазбады. Өзімді Беріктің әйеліндей сезінетінмін. Талай әдемі ыстық түндерді өткіздік. Бір жылдан соң заңды келіншегі болатынымды ойлап армандадым. Және үйленерімізге сенімді болдым. Бірақ тағдыр бізге басқа тосынсый ұсынды. Бір күні группалас қыздың ауылына туған күнге бардық. Туған күнге группаласының сыныптастары да келді. Олармен танысып, сөйлесіп, қызықты кеш өтіп жатты. Туған күнді көлдің жағасына барып жалғастырайық деп біреу ұсыныс айтты. Содан бәріміз көлдің жағасына бардық. Ойнадық, биледік. Қайтар уақытта біреусі, қыздар, машинамен жеткізіп тастайын, келіңдер деді. Ойымызда ештеңе жоқ. Улап-шулап 3 қыз міндік. Машинаның алдында бір жігіт отырды. Олар ауылға кірді де группаласының үйіне емес басқа көшеге түсті. Сөйтіп шарбағы ашық бір үйдің алдына тоқтады да күте тұрыңдар деді. Үйден жаулық алған 3-4 адам шықты да машинаның есігін ашып, қайсысы деді. Ештеңе түсінбей бір-бірімізге жалт қарадық. Жігіттер ортадағы деп мені көрсетті. Мен аузымды ашам дегенше орамалды басыма жауып жіберді де есіктен сүйрелей шығарып алды. Мен қарсыласы байқайлап, жылап үйге кірер емеспін. Сөз байласқан жігітім бар, жіберіңдер дедім. Олар тыңдамай, бәріміз де осылай келгенбіз деп үйге сүйреп кіргізді. 2 сағат қарсыласқан менің күш қуатым қалмады. Жылап әлсіреп қалдым. Қуыншылар келсе солармен еріп кетем. Егер Берік естісе, мені ап кетер деп ойладым. Бірақ Берік келмеді. Маған бақыт тілеп хат жазыпты. Содан кейін өмірімде түк мән мағына қалмағандай сезіндім. Тойдың қалай болып, қалай өткені есімде жоқ. Есі ауып қалған адамдай тұр десе тұрып, отыр десе отырып жүре беріппін. Күйеуімнің қандай екенін неке түні болатын кезде көрдім. Түрі қап-қара, бойы сәл менен кішілеу жуас жігіт екен. Ауырып тұрмын деп теріс қарап жатып қалдым. Ол да үндемей жатып қалды. Күйеуім ақылы бар жігіт боп шықты. Қашан мен дайын болғанша күтті. Қасыма 1 ай жолатпай, 1 айдан соң түрін аяп, тағдырыма көніп, бірге болуға көндім. Қызығымның жоқ екенін білдіртпеу үшін өтірік ауырсынып жылап, оған білдіртпей табанымды тіліп жібердім. Көрпедегі қанды көріп ол мәз. Бірақ онымен болған күн маған ұнамады. Арғы жағы да кішкентай, өзі сияқты. Берік тікіндей болмады. Айырылып кетейін десем, ел жұрттан ұяламын. Әке-шешемді абыройсыздыққа ұшыратқым келмейді. Оқуымды сырттайға ауыстырып алдық. Күйеуімнің табысы бәріне жеткілікті. Үй, машинамыз бар, бірақ сәби жоқ. Үйленгенімізге 2 жыл болса да әлі көтермедім. Мүмкін қанағаттанбағандықтан шығар. Күйеуімнің мінезі маған жақсы. Маған әрқашан қамқор, қалағанымды әперіп отыр. Бірақ менде оған деген махаббат жоқ. Жақында ауылға барып қайттым. Берікті көрдім бетпе-бет. Ол да үйленген. 2 баласы бар екен. Кейін естідім. Менімен жүргенде көрші ауылдың қызына барып, оны 2 қабат етіп қойыпты. Ол қыз алмасаң соттатамын деп қорқытқан екен. Сондықтан мені алып кетуге келе алмапты. Оның жүзінен бақытты көре алмадым. Етегімді ең алғаш көтерген сол еді. Түрін көріп қатты сағынғанымды түсіндім. Оның ыстық құшағын сағындым, аңсадым. Амал қанша, ішімнен жылап, тынып ауылыма қайттым.